Видеоның басында мен сіздерге Фудик деген пацанның каналын ұсынатын боламын. Фудикте топовый авы шапка және де бұл Фудик деген пацан новый МКПчик деуге болады. Превьюларда топ деуге болады. Короче, каналының ссылкасы комментарияда болады, закрепті. Короче, каналына кіріп подписываться етіп и колокольчик басып, соңғы видеосына лайк басып, комментарияға Макстан келдім деп жазып кетіңіздер. Өте 10-15 адам тіркеліп кетіңдер. Қысқа солай пацаны. И Макстың подписчиктері қандай екенін Фудикке көрсетші. Ал біз көпселмей өзіміздің видеомызды бастаймыз. Өте. Хей әңгімесіздер қауым, сізмен бірге мен Макс пацаны қалыңыз қалай, мен бәрі жақсы. Короче, пацаны, бүгін бізде МКПшіде керек программалар. Короче, біз көпселмей өзіміздің видеомызды бастаймыз. Және осы видеоға өте 65 лайк и тіркеліп кетіңіздер, тез 500 подписчикке жеткізейік. Ал біз видеомызды бастаймыз. Өте. Мен сіздерге, короче, екі программа ұсынатын боламын. Бұл екі программалардың аты dur рекордер и аз рекордер. Қысқа солай, пацаны, мен өзім аз рекордермен түсіремін, потому что менде слабый емес. A10 деген телефон, мен ойымша слабый емес деп ойлаймын. Ал енді менің ойымша аз рекордер мықты. Аз рекордер Play Market или Google-дан жазып алуға болатын сияқты, по-моему. Ал D-рекордер не үшін арналған десеңіздер, ол D-рекордер ол слабый телефондарға арналған. Слабый дегенде G2 анау мынау деген телефондарға арналған. Мен, короче, если сіздерде G2 болып аз рекордермен түсірсеңіз, мен сіздерге совет айтамын, түсірмеңіздер, а то наоборот сіздің телефоныңызды қатырады деуге болады. Енді D-рекордер ол неден Google-дан жазасыз, қысқа солай. Ал енді екінші программа ол деген монтаждайтын программа. Мінеки пацаны, короче, екі монтаждайтын программалардың аваларын көріп тұрсыздар, қысқа солай пацаны. Енді менің өзім қай программамен монтаждайды десеңіздер, Power Direct. Power Direct'те енді көп МКПшіні айту бойынша оңай дейді. Енді мен ойымша KineMaster мықты, просто KineMaster топ деуге болады. Енді Power Direct'те қолданыңдар, ол типа тез салынады. KineMaster ұқсап загрузить етпейді, ол сразу салына береді. И тез монтаждағасын шығарып алуға болады. Бірақ KineMaster тоже топ, екеуі де бір-бірінен қалыспайды деуге болады. Үшіншісі ол деген превью керек, превью әр МКПші керек. Енді мен сіздерге Наренді совет етемін, Наренде 35 теңге, Макстан келін деп, типа промокодпен келсеңіздер, типа Макстан келін деп промокод бар Наренде, и сіздерге 35 теңге береді. Негізінде ода 50 теңге. Енді тағы да не бар, дизайнер бар, Рунин деген еді. Ода, по-моему, 50 ма 70 сияқты ода. Қысқа солай. Ал енді төртіншісі ол любой, просто барлық МКПшіге керек, ол, конечно же, Kiwi кошелек, пацаны. Енді любой МКПшіге керек. Енді менің өзімде жоқ, но оңтектікімен қолданан деуге болады. Типа Kiwi кошелек сіздерге керек болады. То есть сіз пиар ашқанда осы Kiwiмен ақша табасыз. Типа сіздерге пиар сатқанда Kiwiіңіз номеріңізді жібересіз, и сізге адамдар, сатып алатын адам ақшасы жібереді терминалмен или телефон Kiwiмен. То есть қысқа солай. Енді менде пиардан ақша көп табуға болады негізінде. Қазір кезде көп дегенде нормально табуға болады. Ал енді типа бесіншісі ма соған кеттік. Өте. Бесіншісі ол деген любой МКПшіге, ол деген ВК. ВК-мен сіздер деген пиар или типа бизнес анау сүйгат. Любой МКПшіге негізін керек осы ВК деген. Менің ойымша, енді кейбір МКПшілер ВК жоқ негізінде бар ғой. ВК беседалар көп деуге болады. Енді ВК беседа керек, то есть МКПшілерге. Қысқа солай. Енді ең соңғысына кеттік. Өте. Ең соңғы программа ол творческий студия. Творческий студия любой МКПшіге керек деп ойлаймын. Творческий студиямен превьюлар и өзіңіздің статистикаларыңды қара аласыңдар. Соңғы бір айда неше подписчик келді, анау-мынау деуге болады. Енді творческий студия бүкіл МКПшіге керек болады деуге болады. Ал енді сіздермен болған мен Макс. Алдағы видеоларды көріскенше
лайк басып қолдап кетіңіздер. Гойда 65 лайк. Енді пиардағы балалар тіркеліп кетіңіздер. Келесі видео осындай видео шықсын десеңіздер 65 лайк. Давайте.